Сәлеметсіздер ме? Көркем еңбек сабағына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Машықкер Каскенова Мадина Дәуренқызы, Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру мамандығының 4-ші курс студенті. Сабақ тақырыбы жыл мезгілдерін бейнелейміз. Оқу мақсаттары. Сабақ мақсаттары. Жақсы, балалар, көңіл-күйлерің қалай? Жақсы, ендеше көңіл-күйіміз тамаша болу үшін мына өлең жолдарын оқиық. Біз бақытты баламыз, биікке қанат қағамыз, болашаққа талпынып, оттай лаулап жанамыз. Мақсатымыз білім алу, міндетіміз еңбектену. Еңбектенеміз бәріміз, жақсы балды аламыз. Жарайсыңдар балалар. Ендеше үй тапсырмасын тексерейік. Бәріміз көбесінің ойынын білеміз. Сол себепті мен қазір сендерге сұрақтар қоямын, ал сендер оған жауап беріңдер. Сызықтық перспектива дегеніміз не? Суретші табиғат көрінісін салғанда нені қолданады? Перспективалық бейнелердің ережелерін айт. Жарайсыңдар балалар. Үй тапсырмасына өте жақсы дайындаған екенсіңдер. Енді балалар, сендер бүгінгі сабағымыздың тақырыбын білу үшін, табу үшін алдымен мына жұмбақтарға жауап берейік. Жиып теріп болатын, қамбаға астық толатын. Қызыл қырман ойнайтын, қай мезгіл деп ойлайсың? Жарайсыңдар, дұрыс таптыңдар, ол күз мезгілі екен. Енді келесі жұмбағымызға көшейік. Қойның толы жеміске, көк майсалы еңісте, шомылып суға ойнайтын, қай мезгіл деп ойлайсың? Дұрыс айтасыңдар, бұл жаз мезгілі, өте жақсы. Бұлтты айдай желдеткен, нөсерлеткен селдеткен, қозылық қуып ойнатқан, қай мезгіл деп ойлайсың? Тамаша балалар, бұл көктем мезгілі. Енді соңғы жұмбақ, шанамен зырлап желетін, шаңғы коньки тебетін, ақ қала жасап ойнайтын, қай мезгіл деп ойлайсың? Тамаша балалар, дұрыс айтасыңдар, бұл бізде қыс мезгілі екен. Енді балалар, жыл мезгілдерінің қанша түрі бар екен? Дұрыс айтасыңдар, 4 мезгіл бар. Ол қыс, көктем, жаз және күз. Тамаша. Балалар, ал сендер қандай жыл мезгілдерін ұнатасыңдар? Тамаша. Енді балалар, осы жұмбақтарға қарап және қосымша сұрақтарға қарадық. Сонда біздің бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы не жайлы болмақ? Дұрыс айтасыңдар балалар, дәл таптыңдар. Біздің бүгінгі сабағымыз жыл мезгілдеріне қатысты болмақ. Сол себепті бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жыл мезгілдерін бейнелейміз деп аталады. Тамаша. Енді балалар, қазір мен сендерге 4 мезгілдегі ауа райына байланысты суреттер көрсетемін. Сендер сол суреттерде қандай ауа райы болып тұрғанын табасыңдар және соңында бөлісесіңдер. Ал міне суреттер. Ал іске сәт. Қанеке, орындап болдық па? Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Сендер суреттерді қандай ауа райы болып тұрғанын таптыңдар. Ал Қанеке, енді әр суретті қорғайықшы. Бұл бірінші суретте бізде не? Қандай ауа райы? Дұрыс айтасыңдар, бұл суретте бізде боран соғып тұр. Ал екінші суретте аяз болып тұр. Жарайсыңдар. Ал мынау суретте жауын-шашын. Дұрыс. Келесі найзағай. Дұрыс. Дауыл болып тұр. Дұрыс.
Мынау суретте қапырық ыстық болып тұр, иә? Ал мынау бұлтты күн, ал келесі ашық күн болып тұр. Жарайсыңдар, балалар. Өте жақсы, дәл таптыңдар. Енді, балалар, қазір біз менің сүйікті жыл мезгілім тақырыбына сай сурет саласыңдар. Жарайсыңдар. Орындап болсақ, енді сергіту сәтін орындайық. Қанекей, бәріміз орнымыздан тұрамыз. Орындаймыз. Оңға түзу тұр, солға түзу тұр. Артқа қарай бір адым, алға қарай бір адым. Жоғары төмен қарайық, орнымызды табайық. Жарайсыңдар, балалар, өте жақсы. Орнымызға отырамыз. Енді, балалар, бізде бүгін көркем еңбек сабағы. Енді қауіпсіздік ережесін қайталайық. Қайшымен жұмыс жасағанда, қайшыны арнаулы қобдишаға сақтау керек. Қайшыны жолдасына үшкір ұшымен бермеу керек. Қайшыны ашық қалдыруға болмайды. Жолдасын қайшымен жұмыс істеп жатқан кезде көңілін бөлуге болмайды. Қайшының ұшын жоғары көтерме. Қайшылар өткір болу керек және жабық сақталғаны жөн. Ендеше біз күнтізбені бірігіп жасаймыз, тапсырмамызға көшейік. Қазір бізге 12 адамнан тұратын топқа бөлінеді. Сол топқа бізге 12 дана түрлі түсті қағаз керек, 12 сурет керек. Әрбір ай мен күндер жазылған 12 қағаз парағы керек. Тескіш, таспа, желім, қайшы керек. Алдымен, балалар, күнтізбенің өлшемін анықтайық. Ол суреттердің және ай аттары жазылған парақтың өлшеміне байланысты. Енді бірдей өлшемді 12 қағаз парағын қиып алыңдар. Қағаздың жоғары жағына белгілі бір суретті аламыз. Сол суретте белгілі бір мезгіл бар. Соған сәйкес келетін суретті орналастырыңдар. Ал төменгі бөлігіне ай аттары мен апта күндері жазылған қағазды жапсырыңдар. Жарайсыңдар, бар, өте жақсы. Қандай әдемі күнтізбелер сендерде шықты. Тамаша. Енді, балалар, сабағымызды қорытындылайық. Балалар, жыл мезгілдерін атаңдар. Әр жыл мезгілдерінің ауа райлары қандай болады? Әр жыл мезгілдерінің айларын атап шық. Тамаша, балалар. Енді біз рефлексияны ұшақ ойыны арқылы орындайық. Қазір мен сендерге кесте таратамын, сендер оны орындаңдар. Бүгінгі сабақта таныстым. Бүгінгі сабақта сендер немен таныстыңдар? Есімде көбірек қалғаны. Естерінде қандай мәлімет көбірек қалды? Соны жазасыңдар. Маған ұнағаны. Сендерде, балалар, сабақта не ұнады? Маған ұнамағаны. Сабақта не ұнамады? Менің көңіл күйім. Сабақта қандай көңіл күйлерім болды? Бұл өлең мені қандай болуға тәрбиелейді? Соны жазасыңдар. Жарайсыңдар, балалар, өте жақсы. Енді кері байланысты орындайық. Сабақты қандай көңіл күймен аяқтадыңдар? Соны маған бас бармақ әдісі арқылы айта қойыңдар. Жарайсыңдар. Ендеше, балалар, үй тапсырмасын жазып алыңдар. Сендерге жыл мезгілдеріне қатысты мақал мәтелдер ізденіп келу. Және екінші тапсырма, қазіргі жыл мезгілі қыс болғандықтан соған байланысты сурет саламыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабағымызға дейін кездескенше сау болыңдар.